Hello there достар, келер шақ туралы сөйлескен кезде тағы да бір пайдалы құрылым, ол will етістігі. Оны қалай қолдану керек екен, осыға дейін біз өткен going to мен салыстырғанда қандай айырмашылығы бар екен, бәрін бүгінгі сабақта түсіндіремін. Әдеттегідей диалогтан бастаймыз. Aslan and Aiko are talking about birthday celebration. Олар туған күндерін қалай тойлайтынын талқылап жатыр. Aiko бастайды екен. Hey Aslan, how are you going to celebrate your birthday next week? Сәлем Аслан, келесі аптада туған күніңді қалай тойламақшысың? How are you going to celebrate? I'm thinking of having a small gathering at home. Мен үйде кішігірім жиналыс ұйымдастыратын сияқтымын, адамдарды жинаймын. I will invite a few friends and order some food. Мен бірнеше досымды шақырамын және тамаққа тапсырыс беремін. That sounds great. What kind of food are you going to order? Керемет, қандай тамақ тапсырыс бермекшісің? I'm going to order Dodo pizza and some snacks. Мен Dodo пиццаға заказ беремін және кішкене тіске басар аламын. I will also get a birthday cake from Kulikovsky. Және оған қоса Kulikovskyдан бір күшті торт заказ беремін. I'm looking forward to it. I will bring a gift for you. Керемет, қандай күшті, асыға күтемін. Мен сен үшін сыйлық алып келемін. Thanks, Aiko. Your presence is the best gift, but I appreciate the thought. Рахмет, Айко. Сенің келгеніңнің өзі сыйлық, бірақ мен солай ойлағаныңа ризамын. It's going to be a fun celebration. Бұл күшті тойлау болмақшы. Күшті туған күн болады. Осы диалогтан байқасаңыздар, бізде екі құрылым қолданылып жатыр. How are you going to? Are you going to order? I'm going to order. It's going to be a fun celebration. Және will. I will invite. I will get a cake. I will bring. Бұлардың айырмашылығы қандай? Біз will'ді қолданған кезде, біз не болатынын ойлағанымызда соны жеткізу үшін қолданамыз. Мысалы, I think he'll win the election. Менің ойымша бұл сайлауды жеңеді. Бұл біздің ойымыз, болашақты болжағанымыз. Бізде мүмкін қолымызда нақты факт жоқ, бірақ біз солай болады деп ойлаймыз. Сол үшін бұндай кезде will'ді қолданамыз. Құрылым өте оңай. Will қосу етістіктің негізгі формасы, will win, қысқартылған түрі 2L, he'll win, I'll win, you'll win, they'll win. Бірақ бұл тура осы will'дің қысқартылған түрі. Ал to be going to, егер осыға дейінгі сабақты қарап естеріңізде болса, to be going to құрылымы ол біздің болашақта болжағанымыз, бірақ қолымызда факт болса, бір дәлел болса, сондайды айту үшін қолданылады. Мысалы, the doctor said that Aisha is going to have a girl. Доктор айтты, Айшаның баласы қыз болады. Айша қыз туады деп. Демек, доктор болған соң, дәрігер болған соң, оның бір медикалық дәлелі бар, бір фактілерге сүйенеді. Сол үшін егерде біздің қолымызда біз сене алатын факт болса, және сол факттың негізінде біз болашақты болжап отырсақ, ондай кезде to be going to-ді қолданамыз. Ал әшейін біздің өзіміздің ойымызды айтсақ, will-ді қолданамыз. Тағы да бір айырмашылығы жағдайларға байланысты, шешімдерге байланысты. Егер біз кейде на ходу дейді ғой, дәл осы сәтте кейбір шешімдерді қабылдауымыз мүмкін. Мысалы, біз үйде мынандайды естиміз, бізде қант жоқ. Oh, we don't have sugar. Және дәл сол сәтте, естіген сәтте біз шешім қабылдаймыз. Don't worry, I'll buy some. Уайымдама, мен алып қоямын, сол қантты. Егер біз осындай instant decisions деп аталады, дәл сол сәтте қабылданатын шешімдерді қабылдасақ, ондай кезде will'ді қолданамыз. Ал егер біз осыға дейін, осы сәтке дейін қабылдап қойған шешімдер болса, немесе жоспарымыз болса, ниетіміз болса, олардың барлығымен to be going to қолданамыз. Why are you undressing? Неге киіміңді шешіп жатсың? Because I'm going to go for a swim. Себебі мен жүзуге бара жатырмын. Дәл қазір осыға дейін шешіп қойдым. Мен дәл осы сәтте емес, осыға дейін шешіп қойдым, жүзуге баратынымды сол үшін шешініп жатырмын. I'm going to go for a swim. Енді сөйлемдерге тоқталсақ, бізде сөйлемдердің 3 түрі бар. Болымды, will'да I will help you. Бастауыш, одан кейін will, көмекші етістігі, одан кейін етістіктің негізгі формасы. To керек емес. I will help you. Ал to be going to-ді біз осыға дейінгі сабақта өткенбіз. He is going to help us. To be, одан кейін going to, және етістіктің негізгі формасы. Болымсыз сөйлем, негативті. Бұлар қалай құрылады? Willға not деген бөлшегі қосылады. Және екеуін қысқартсақ, will мен not'ты won't деген шығады. I won't pay you.
She won't pay you. He won't pay us. They won't pay us. Yeah? I won't pay you. Мен саған төлемеймін. They aren't going to come. Бұл жерде де to be going to-ды болымсыз түріне ауыстырғыларыңыз келсе, біз not деген бөлшегін to be-дан кейін қоямыз, және оны қысқартқан кезде they aren't going to come, she isn't going to come, I'm not going to come, amn't емес, yeah? I'm not going to come, she's not going to come, you are not going to come, you aren't going to come, yeah? Aren't. Сұрақ қойған кезде бізде көмекші етістік сөйлемнің басына шығады. Осыға дейінгі біз үйренген quasi құрылым бойынша, ал арнайы special word жоқ болса, онда asi құрылымы. Asi деген auxiliary verb, одан кейін subject, одан кейін infinitive. Will, көмекші етістік auxiliary verb, subject, you, одан кейін join, infinitive. Негізгі етістік. Will you join us? Бізге қосыласың ба? Және жауабы yes, I will болуы мүмкін, no, I won't болуы мүмкін. Ал to be going to-да бізде көмекші етістік to be, are, одан кейін subject, you, одан кейін going to join us. Are you going to join us? Are you gonna join us? Yes, I am. No, I am not. Енді, достар, бұны практикада қолданып көрейік. Біздің мақсатымыз will және going to-дің екеуінің бірін таңдап, осы сөйлемге енгізу. Мысалға, осы жаттығу қысқа болған соң бірге істеп көреміз. We don't have any bread. Бізде нан жоқ. I know. Мен білемін. Мен сатып аламын. I took some money from your purse. Және қараңыздар, мен сатып аламын. Біз болашақ туралы сөйлесетініміз анық. Енді қандайын құруламыз? I will buy ма, I'm going to buy ма. Бұлай қарасақ, екеуінде де қолдануға болады, бірақ екінші сөйлемге назар аударып көрейік. I took some money from your purse. Took. Тектің өткен шағы, мен сенің әмияныңнан ақша алып қойдым, осыға дейін. Мен осыға дейін ақша алып қойсам, ол қазір қабылдаған шешім болуы мүмкін бе? Әрине жоқ. Осыға дейін ақша алып қойсам, мен осыға дейін жоспарладым, ал жоспарларға біз әрине to be going to құрылымын қолданамыз. Сол үшін дұрыс жауап. We don't have any bread. Бізде нан жоқ. Мен білем, осыға дейін ақшаңды алып қойдым, сол үшін мен қазір барып сатып аламын. I am going to buy some. Екінші сөйлем, we don't have any bread. Бізде нан жоқ. Шынымен де ма? Some from the shop then. Ондай болса, then деген сөздің мағынасы ондай болса. Шынымен де ма? Ондай болса, мен барып дүкенге алып келейін. Ол менің қашан қабылдаған шешімім, қазір ме, осыға дейінгі ме? Ондай болса деген сөзді естісек, then біз әрине қазір шешімді қабылдап жатырмыз. Қазір қабылданған шешімдермен I will buy-ды қолданамыз. I will buy some from the shop then. Неге some? Себебі біз кейде нанды some bread. I will buy some. Сөйтіп қысқартып айтамыз. Бірақ мағынасы әрине нан. Енді, достар, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөз тіркестері. Have a small gathering. Кішігірім жиналыс жасау. Жиналыс андай, жұмыс жиналысы емес, бірақ достардың жиналысы. Кішігірім кеш ұйымдастыру. Order snacks. Тіске басарларға тапсырыс беру. Get a birthday cake. Туған күндік тортқа заказ беру, тапсырыс беру. Look forward to something. Бірдеңені асыға күту. I look forward to meeting you. Мен сенімен кездесуді асыға күтемін. Bring gifts. Сыйлықтарды алып келу. Appreciate the thought. Сенің ойыңды, ниетіңді бағалау, риза болу ниетіңе. Осыға дейінгі диалогты. Win the election. Сайлауда жеңу. Go for a swim. Жүзуге бару. Take decision. Шешім қабылдау. I'm taking a decision to move to Italy. Мен Италияға көшуге шешім қабылдадым. Celebrate birthday. Туған күнді тойлау. Мінекей достар, бүгінгі сабағымыз пайдалы болды деген үміттемін. Енді бұл білімді бекіту үшін платформаға өтіп бүгінгі жаттығуларды орындаңыздар.